Ең маңыздысы мемлекет басшысының Ташкентке жасаған тарихи сапарында бірлескен мәлімдеменің жасалуы. Бұл кемел келешекке бірге керуен тартарымыздың кепілі болса керекті. Біз осылай пайымдадық. Ал сарапшылар не дер екен? Қазақ-өзбек қарым-қатынасы жайлы алуан пікірді ақыл таразысына тартқан Гүлмайра Қуатбайқызы сөз саптайды. Ата-бабамыз өзбек өз ағам десе, ала шапандағайын қазақтан жолдасың болса, жолда қалмайсың деп сан ғасырлар бой сыйластық танытқан. Ауыл аралас, қой қоралас, бауырлас екел, тарихи ынтымақтастықтың жаңа кезеңіне қадам басты. Саясат, сауда, экономика, мәдениет, қорғаныс салаларындағы байланыстарын нығайтатын 9 құжатқа қол қойды. Ең маңыздысы заңсыз көші-қонға қарсы күрес және еңбек мигранттарының құқығын қорғауға қатысты келісім дейді сарапшылар. Осы миграциялық қарым-қатынастарды реттеу екі мемлекет үшін де маңызды болып табылады. Миграция міндетті түрде заңды болу керек. Ол біріншіден Қазақстан үшін жаңағы еңбек нарығын реттеуге мүмкіндік берсе, немесе мигранттар тарапынан кей жағдайларда жасалынатын қылмыстардың алдын алуға, немесе олардың ағымын бақылауға мүмкіндік берсе, екінші тарапынан бұл сол келетін мигранттардың өздерінің құқықтарын қорғауға бір жол ашады. Ресми статистикаға сүйенер болсақ, соңғы жылда елімізге 5,5 миллионнан астам шетелдік азамат келген. Оның 3 миллион 700 мыңы Өзбекстаннан. Тек өткен жылы 380 мың мигрант тіркелген. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы келісімге сәйкес, еңбек мигранттары тегін медициналық көмекке үміт артылады. Әрі жұмыс берушімен еңбек шартын жасауға міндеттеледі. Құжатта қамтылған талаптар екі елге де ортақ. Еңбек мигранттары осында келгенде жұмыс берушімен еңбек шартын жасасу ол міндетті. Сол еңбекші мигранттар осы елге келіп жұмыс істеп жатқан кезінде олар жаңа айтқандай сияқты үлкен жарақат алып, болмаса қайтыс болуы да мүмкін. Сол мәселелер қалай реттелу керек деп бұл келісімде де толықтай көрсетілген. Тағы бір маңызды жаңалық. Екі ел шекарасынан халықаралық сауда-экономикалық орталық ашылмақ. Бұл бастама іргелес елдер арасындағы алыс-берісті арттырып, азаматтардың еркін қатынауын қамтамасыз етеді. Қорғас бекеті мен Құрық порты сынды тауарды тасымалдауға кететін уақытын үнемдеп, шығынды азайтады. Халықаралық көлік дәлізі дамып, батыс пен шығысты байланыстыратын ірі хабқа айналмақ. Создание центра это орталық жанынан жаңа өткізу қосыны, көтерме бөлшек сауда нысандарының жаңа инфрақұрылымы ашылатын болады. Бұл өзара сауда операцияларын қазіргі заманғы стандарттармен жүргізуге мүмкіндік туғызады. Орталықтың іске қосылуы өте маңызды. Бірлескен кәсіпорындар құрылып, инвестиция құйылады. Сондай-ақ халықаралық туризм дами түседі. 10 мың жаңа жұмыс орны ашылады. Сауда-экономикалық орталық негізінде Түркістан облысында ашылуы мүмкін. Қазақстан өзі транзиттік потенциалы өте жоғары мемлекет. Себебі Өзбекстан тек қана Қазақстанмен шектелмейді. Ол өзінің тауарларын Қытайға, Ресейге жеткізу үшін Қазақстанның транзиттік потенциалын қолданады. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға сапары аясында табыс пен мүлікке қосарланған салық салмау мәселесі де оңтайлы шешілді. Бұл инвесторлар мен кәсіпкерлер үшін ақжолтай жаңалық. 185 күннен артығырақ тұрған азаматтар, кәсіп орындарды, оларды тән алып, олардың салығын мәселен азат ету, көп мәселелерден мүліктен азат ету мәселелері әлі ратификацияланбаған еді. Осы мәселені президентіміз, мемлекет басшысы барған кезде Өзбекстан президенті Мирзиевпен келісімге қол қойылды. Сөйтіп, екі жақты екі рет салық төленбейтін болады. Бұл жаңағы шетелге инвестиция жасаған кәсіпорындардың тиімділігін арттырады. Қос мемлекеттің арасындағы инвестиция көлемі 200 миллион доллар. Бұл әрине көп емес. Енді осы бағыттағы әлеуетті барынша пайдаланамыз. Яғни инвестицияның да сауда-саттықтың да күре тамырына қан жүгіреді. 2020 жылдың соңына дейін Қазақстан мен Өзбекстан өзара тауар айналымын 5 миллиард долларға жеткізуді жоспарлап отыр. Өткен жылы бұл көрсеткіш 3 миллиард доллар болды. 2017 жылы 2 миллиардқа жетпейтін. Екі ел арасында жасалған жаңа келісімдер алыс-берісті еселеумен қатар экспорт-импорт номенклатурасын өзгертпек. Бұл ретте өзбек нарығында үлкен сұраныс бар. Бұл мәселені шешу үшін көптеген шешімдерге қол қойылды осы сапар барысында. Біріншіден, ол екі жақты үкіметаралық комиссияның деңгейін, статусын жоғарылату, яғни бұрын бұл комиссияның төрағасы ретінде вице-премьерлер жұмыс жасаса, енді бұл мәселелерді шешу бойынша үкімет басшылары тікелей жауапты. Өткен жылы Қазақстанда Өзбекстан жылы деп жарияланса, биыл керісінше Өзбекстанда Қазақстан жылы. Бұл бастама екі ел арасындағы мәдени байланыстарды нығайтпақ. Осы
Өзбекстандағы Қазақстан жылы аясында 100-ден астам әртүрлі мәдени шаралар жоспарланған. Олар концерттер, осындай шығармашылық кездесулер, ғылыми сарапшылық кездесулер, осы бірнеше кітаптар жазылатын болады. Тіпті осы сапардан кейін Өзбекстан ақпарат агенттігі қазақ тілінде жаңалық тарата бастады. Бұған дейін өзбекше және әлемнің ірі тілдерінде ғана ақпараттарды жариялап келген. Осылайша Қазақстанның өңірде қаншалықты маңызды рөл атқаратындығы тағы бір мәрте дәлелденді. Әрі бұл шешім онда қазақ диаспорасының ұлттық тамырынан ажырамауына мүмкіндік береді. Айтпақшы, Өзбекстанда 1 миллионнан астам отандасымыз мекен етсе, Қазақстанда 600 мыңға жуық алашапанды ағайын тұрады. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың Өзбекстанға мемлекеттік сапары бауырлас мемлекетпен ынтымақтастықтың жаңа қарқынмен дамуына жол ашты. Гүлмайра Қуатбайқызы, Болатбек Табалдиев, Жеті күн.